Жуа қосып жатырмыз. Мариновкасын істейміз қазір. Рулеттен фарштан жасалады. Рулет. Рулеттермен мынандай болады бізде рулеттер. Ана жерде қанша килограммдай ет бар енді, Атқамака? 200 кило. 200 кило ет бар ана жерде. Ama o yeterli mi ki? Paramı çıkarayım ya. Yumurta. Мариновкасын басын деп жатыр. Атқамака тұзын салып жатыр. Мощный мариновка болады қазір. Етке қарап тұзын қоса бересіз ба Атқамака? Ya etke kadar. Güzel olur. Қаншалықты тұз, значит тұз да соншалықты болады. 1.50-де тұз кетті дейді. Кинза. Біз осы рецептердің барлығын қосып болғаннан кейін мясорубкамен өткіземіз. Ол уақытта алу үшін қысқаша одан кейін пищевой пленкамен орап мұздатуға жібереміз, мұздатқыштарға қоямыз. Сонымен рулетіміз дайын болады. Кристаллики қосып жатыр. Тұз, кинза, кристаллики. Usta, Atqamaka usta. Karabuç. Karabuç. Ne? Güzel bakıyoruz. Zera. Bunlar çok bozulmayın. Azanтай босат дейді бұдан. Міне біздің рулеттің мариновкасы дайын. Sağlıklı göstersin. Енді оны араластырып, әдемілеп мясорубкаға жібереміз. Атқамака газ осы түсіп жатқан кезде уже өзі араласып жатады. Үстінен аздап көмектесші. Осы еттің барлығын осылай араластырып салып мясорубкамен өткізетін боламыз. Аяғына дейін көріңіздер видеоны. Қызықты. Қайдан алады барлығы айтылады. Ет бізде ұзатқыштан шыққаннан кейін қатты болып тұрады. Жұмсақ күйінде де істеуге болады. Жұмсақ күйінде істесе вообще оңайырақ. Dostlar sözün. Bunun devamı var. Sonu var.
қазір мясорубкадан шығайын деп жатырмыз. Өте қатты шулы болады енді мясорубканың дауысы естілмеуі де мүмкін даже. Мына осылайдан біз еттің бәрін әкеліп осы мясорубкадан өткізетін боламыз қазір. Жарасың келер оны. Ананы. Қатқан етті мясорубка қатты демейді. Осылайдан шығара береді. Осы мясорубкадан тататын боламыз қазір. Жорбек басып шығарып жатыр. Тамака. Жорбек. Бұл үрлетті біз баранның етінен, яғни қойдың етінен жасалынады. Ал киманың да заготовкасы осыған ұқсайды. Бірақ ода сиырдың еті мен қойдың еті қосылып істейді. Оны келесі видеоларда көрсететін боламын алдағы уақытта. Каналға тіркеліңіздер, көретін боламыздар барлығын. Шығып отырады видеолар алдағы уақытта. Ал міне біз үрлетті орауды бастаймыз. Сол үшін бізге енді шымай керек. Шымайды алдын ала жібітіп қоямыз. Бағында алдыңғы видеода көрсеткендей осылай шымайымызды жайып алғаннан кейін қойдың етін жасалған қаш салатын боламыз. Кесіп аламыз. Қалған керек емес бөлігін алып тастаймыз да. Шымайды әдемі жайып алғаннан кейін үстіне қаш саламыз. Осылай шымайымыз туатындай етіп көре беріңіздер қазір. Оралы сәттікте болады. Әдемі формасын келтіріп аламыз. Бізде әрбір осындай көлемде болады. Енді шымайды жауып үстіне. Онан соң пищевой пленкамен ораймыз. Үстінен пищевой пленкамен ораймыз. Дауысым естілмей қалуы да мүмкін енді видеода. Сол себепті қаттырақ айтуға тырысамын. Міне пищевой пленкамен алып енді майды үстін жауып болғаннан кейін маймен шымайды орап көрсететін боламын. Осылай жайып аламыз. Енді әркім әртүрлі орайды, мен бірақ өзім осылай ораймын да. Осылай жабамыз. Үрлетіміздің көлемі мынандай болып тұр енді формасы. Бірақ қазір осы орағаннан кейін топ-томалақ күйге айналады. Көре беріңіздер, көресіздер. Қысты күн болғаннан кейін қолғапта ораймыз. Жазда қолғапсыз да орай беруге болады. Қазір қолғап кететін себебіміз етіміз мұздай фаршымыз. Мұздай болғандықтан қолымыз тоңып қалады. Мыңғыз алғанша пищевой пленкамен барынша ораймыз. Өйткені арасы мыңғыздалып, содан кейін барып холодильникке ұзақ шыға салмайтын болады. Жағын жақсылап кетті.
Quvonish. Mirza, qalay жағдай? Yaxshi. Batareyaga qaytariladi, albatta. Mana bizning rulletimiz dayın. Осы рулетті алдағы уақытта кесіп сататын боламыз қонақтарға. Bir порцияда 3 кусоктан болады, 3 штуктан яғни. Осындай. Мысалы, қалған бөлігі енді. Ну, енді қалыңдығын осындай қылып кесіп қонақтарға сататын боламыз.